Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, менің есімім Наргиза. Мен өз жиен қарындасының тойында исламдағы музыканың үкімі туралы және басқа да пікір айтқан ақсақалдың жалғыз қызымын. Менің әкем Қуатбек ешқандай радикал емес. Ешқашан ешкімді экстремизмге шақырмаған және діни топ құрмаған. Мемлекет пен қоғамға қарсы идеяларды насихаттаған емес. Тойдан кейін ата-анама хабарласқанымда, әкем маған тойдан бірнеше күн бұрын исламдағы музыканың үкімі туралы бейне ролигін көргенін айтты. Сол бейне роликтен алған әсерімен және өзінің діни көзқарасын туған-туыстарымен тойда бөліскенін айтты. Мен сол кезде әкеме той үстінде мұндай тақырыпты қозғағаны бекер болғанын айтып едім. Сонда әкемнің қатқан жауабы: мені кім тыңдар дейсің? Айттым да қойдым деп еді. Бұл отбасылық жиында ешқандай бөтен адам болған жоқ. Тек жақын адамдар, туған-туыстар және шақырылған әнші Роза Әлқожа келген еді. Кейін осы кісі жеке отбасылық іс-шарадан түсірілген бейне жазбаны өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына қатысушылардың келісімінсіз жүктеген. Дәл осы жарияланымнан кейін жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырды. Роза Әлқожадан өзімнің атымнан және де әкемнің атынан шын жүректен кешірім сұраймын. Бірақ та әкемнің ол кісіні ренжітемін деген ойы да, ниеті де, мақсаты да болмағанын нақты білемін. Сонымен қатар әкемнің ұрғашылар деген сөзді қолдануына да назар аударуыңызды сұраймын. Дәл осы сөзде қоғамда үлкен наразылық туғызды. 20 ғасырдың көрнекті тіл танушы ғалымы Құдайберген Жұбановтың ғылыми болжамы бойынша ұрғашы сөзі ұрық, ұрпақ, тұқым, ру түбірі мен ш жұрнағының негізінде қалыптасқан. Сондықтан сөздің бастапқы мағынасы әйелді кемсітуге емес, әйелдің ұрпақ жалғастырудағы рөлімен байланысты болған. Бұл сөздің тарихи шығу тегі мен бастапқы қолданысы өзге болғанын, ауылдағы ақсақалдардың белгілі бір бөлігі ұзақ жылдары ешкімді қорлау ниетінсіз қолданғанын да ескеруді сұраймын. Әкем де осы ортада тәрбиеленгеннен кейін бұл сөздің қазіргі қоғамда өзгеше қабылданатынын шын мәнінде түсінбеген. Қызы ретінде әкемнің қандай адам екенін жақсы білемін. Және де өскен өңірде, ортада менің әкемді көпшілік адамдардың сыйлайтынына мен кәміл сенемін. Өмірімде ол маған бірде бір рет дауысын көтеріп, дөрекі сөйлемеген. Ол менің анамды ұрып соғып отырған емес, кейбір ер адамдар сияқты. Мен одан бірде бір рет балағат немесе боқтық сөз естіген емеспін. Ол өте ақкөңіл, шыншыл, қамқор және әзілкеш жан. Әкем өз әпке қарындастарын, әулеттің қыз-келіншектерінің барлығын, жан-жақтағы қыз-келіншектерді де сыйлайды. Сондықтан өмір бойы жақындарына қамқор болған, құрметпен қараған адамды бүгін әйелдерді қорлайтын адам ретінде көрсетіп жатқанын көру мен үшін өте ауыр. Бұл шындыққа мүлде жанаспайды. Сізден шын жүректен осы істің әділ, жан-жақты әрі бейтарап қаралуына ықпал етуіңізді сұраймын. Істі қарау барысында бейнежазбаның бірнеше секундтық үзіндісі ғана емес, әкемнің жеке тұлғасы, көп жылдар бойы қалыптасқан абырой беделі, өмір салты, отбасына және айналасындағы адамдарға деген қарым-қатынасы, сондай-ақ істің объективті құқықтық бағасын беруге әсер ететін барлық мән-жайлар жан-жақты зерттелсе екен деймін. Заңда көзделген негіздер болмаған жағдайда әкемнің әрекеттерінен әлеуметтік, ұлттық немесе діни алауыздықты қоздыру белгілерін негізсіз анықтауға жол бермеуді өтініп сұраймын. Соңғы бір жылдың көлемінде әкем өте ауыр сынақтарды бастан өткерді. 2 ұлы сотталды. Қаңтар айында туған
үлкен ағасы өмірден қайтты. Мамыр айында екінші ағасы дүниеден қайтты. Соның арасында қыста өзі жансақтау бөліміне түсіп, аман қалуының өзі үлкен ғажайып болды. Сондай-ақ бірнеше жыл бұрын ол ауыр жол көлік апатына түсіп, соның салдарынан миының екі жақта гематомасын алды. Оған бас сүйегіне трепанация жасалып, аса күрделі нейрохирургиялық ота жасалды. Осы ауыр жарақаттан кейін ол кісі әліге дейін ем алуда. Сонымен қатар оның жүрегі де ауырады. Осындай ауыр қайғылы оқиғалардың барлығы оның эмоционалдық және психологиялық жағдайына әсер етті. Соңғы айларда бізде кейде оның кейбір сөздерді ойланбай айтып қойып, тек біраз уақыттан кейін ғана өзінің қателігінің түсінетінін байқап бастадық. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, соңында сізге қарындасыңыз ретінде жеке өтінішпен жүгінгім келеді. Қазір ешқандай адвокаттар, ешкім араласқысы келіп тұрған жоқ бұл тірлікке. Барлығы қорқады. Біз білмейміз кім неден қорқып жатқанын. Бүгінде әлеуметтік желілерде жүздеген адамдар, оның ішінде блогерлер мен қоғамда танымал тұлғалар да әкемнің өмір жолын, оқиғаның мән жайын және оның қандай ауыр сынақтардан өткенін білместен осы бейнежазбаны таратып, оны алдын ала айыптап жүр. Көпшілігі небір былапыт сөздер айтып, әкемнің ар-намысына тиіп, абыройына нұқсан келтіруде. Көпшілігі объективті тергеудің нәтижесін күтпестен ақ өз үкімдерін шығарып қойған. Осы әрекеттерге құзырлы мемлекеттік органдардың тиісті құқықтық баға беруіне тапсырма беруіңізді сізден өтініп сұраймын. Сізден әділдік пен даналық танытып, осы іске ерекше назар аударуыңызды сұраймын. Құрметпен, Наргиза.